Қадірлі көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Студия төріне кезекті мейманымыз келіп жетті. Қолөнерші Қайнар Қайроллаұлы. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Қош көрдік. Рахмет. Қайырлы таң, Өскемен. Өте жақсы. Ал ағаштан түрлі бұйым заттар жасап келе жатқаныңызға қанша уақыт болды? 6 жыл 2017-тен бастадым. Биыл 24 жыл. Өзіңіз қай өңірдің тумасыз, қай ауданның? Негізі мен туып өскен жерім Қытай Халық Республикасы Трагвада аймағы Чаушек деген қалада туып өскем. 2007 жылы өзімнің тарихи отаныма оралдым. Сонда қолөнер қалай дарыды сізге? Кімнен келді? Бұл негізі қанмен келген өнер. Себебі менің атам қазіргі Абай облысы, Ақсуат ауданы Қызылкесік, Биборынбай деген ауылда сол жерде тумалар болған. Атам өте шебер кісі болған. Ол кісі өзі қолмен ақ патшаға киіз үй сыйға тартқан. Содан деп ойлаймын. Соған қарап еліктеп, не істеп өстіңіз бе, әлде естіп өстіңіз бе? Қалай? Бірінші естіп өстім. Кейін бойдағы талант тасада жатпайды екен. Қалай байқадыңыз соны? Мен өз бала кезімде суретке өте жақын болдым. Себебі анам анандай қазақта не бар ғой, текемет, сырмақ деген соны оюды көп салады. Енді жартысы нағашылар жағынан деп ойлаймын. Енді өзіңіз бесік жасайсыз, иә? Иә. Бесікті қалай жасайсыз, қандай ағаштан жасайсыз, сол туралы жасалу барысына тоқталып өтсек. Өте тамаша сұрақ. Мен негізі таза қарағайдан жасаймын бесікті. Өзіңіз көріп отырғандай, бүтін бір тақтайдан оюды барлығын мен қолмен істеймін. Ешқандай аппарат көп қолданбаймын. Өзіме керекті размердегі тақтайларды тілдіріп, оны процесі өте көп. Оны тілдіргеннен кейін күн тимейтін көлеңкеде жарты жыл кептіремін. Жарты жыл сапалы болу үшін. Әйтпесе ол тез жарылып кетеді сапасыз болса. Содан соң жасау барысында қанша уақыт кетеді? Бір бесікке? Бір бесікке негізі оюын салып, құрап, шығу үшін 2-3 күн уақыт кетеді, бірақ оған берілетін бояулар болады, дизайнына байланысты бір апта 10 күн. Негізі көбісінде бояуға көп уақыт кетіп қалады, потому что оның иісі болады. Енді қазір баланы бесікке салатын расымен азайып бара жатыр, иә? Жалпы бесіктің балаға пайдасы қандай деп ойлайсыз? Азайып бара жатыр деп айтуға... Қалалық жерлерде көбінесе, иә. Ауылдарда енді көп сақталған ғой? 50-50. Негізі мына батыс Қазақстан облысында жақсы сақталған. Бізде де бар. Бізде сол ауылды аймақтарда балаға өте пайдалы. Таза болады бала, ұйқысы тыныш болады. Дұрыс айтасыз. Алдағы қандай заттар жасайсыз? Менде сандық, бесік, бір кезде растау жасағам. Қазір одан жасайды кісілер өте көп. Сол себепті мен қазір астауларды алып тастадым. Құран кәрім қоятын сөре, телевизор қоятын сөре. Ең бастысы ұлттық нақышта жанатта көп жұмыс жасаймын. Алып келген заттарыңызды таныстырып өтсеңіз, қандай бұйымдар? Мынау біздің өзіміздің қазақтың қолданбалы өнердегі сандық. Бәрі қошқар мүйіз оюмен бедерленген, және де әртүрлі тастармен өзінің нақышына келтіріп жасалған дүние. Негізі бұрын қазақтар чара дейді ғой, қымыз қоятын ыдыс. Соны қоюға арналған. Қазір үйге қоюға болады, мысалы, қандай да бір зат үстіне гүл болсын, өзіңізге ұнаған заттар қоюға болады. Бұл макет екен, иә? Бұл ненің макеті? Бұл макет негізі мен бұл макетті өз Өскемен қаласында арнап жасаған емес пе. Мынау шаңырақ біздің қазақ халқы үшін өте киелі нәрсе. Ол шаңырақ биікте тұру керек. Мынау үш тұрған діңгегіміз бұл 300 найзасының символы. Ал мынау берел жылқысы. Бұл қазірге макет. Бұл жасалып шыққан күнде бұл күндізгі түнгі көрініс деген болады. Әдемі болады, иә? Әдемі болады, иә. Ал мынау тұғыры ол күн сияқты дөңгелек. Бұл шеті жоқ, шексіздіктің символы болады. Өйткені бізде Өскемен қаламыз күн санай
көркейіп келе жатыр. Иә, иә. Болашақ туристік қала болады. Соның мақсатында тұғырын мен дөңгелек қылып істедім. Шексіз дами берсін деген мақсатта. Бұл 4 жылқы дүниенің 4 бұрышын сыймалы. Тамаша. Бұны қайда орнатқан дұрыс деп ойлайсыз? Негізі бұны бәйтеректің орнына қойғым келген. Бәйтерек тапса деймін. Иә, себебі мен осы бір идея келді. Осындай неге өзіміздің қаламызға, өзіміздің тарихи дүниеміз неге көптің көз айымына айналады, көркем дүние жасамасқа деп. Сол осы макет идеяға келді, жасаймын. Біздің Астанада бір мықты мүсінші кісілер болған. Көреді да, мен Facebook, Instagramға салам ғой. Олар көріп таң қалды. Мынау керемет дүние екен. Неге бұны ары қарай дамытып жасамайсың, ұсынып көр деп. Осындай жұмыстармен де біраз жерлерге барып, өтініш жазып жүріп жатырмын. Алдағы уақытта енді көреміз. Бұйырса болады дегенсің. Жақсы, егер енді келешекте орнатылып жатса, онда біз айтып жүреміз біздің бағдарламамызда алғаш рет осы ұсыныс жасалған, көрсетілген деп. Енді осы бұйымдардың, заттардың ішінен қай бұйымдарға тапсырыс көбірек, қай заттарға? Менде көбісінде бесіктен өтіп. Бесікке көбірек тапсырыс. Бесікке тапсырыс өте көп. Заттарым алды қазір. Ақтау, Алматы, Астана. Тіпті басқа өңірлерге де жіберіп жатырсыз? Басқа өңірлерге, иә. Маған көбісі сол жақтан көп тапсырыстар келеді. Ал біздің облыстың қай аудандарынан көбінесе тапсырыс түседі? Күршім, Үржар, сол аудандардан көбірек келеді. Зайсан бар. Ал заттарды қалай саудалайсыз? Әлеуметтік желі арқылы ма, әлде басқа да жарнамалар жасайсыз? Сол көбісінде Facebook, Instagram желісі көп жарнамалар жасайды. Ал мемлекеттен қандай да бір грант алдыңыз ба? 2019 жылы қазіргі Абай облысы Барылиха деген районда тұрдым, біраз жұмыстармен. Сонда атамекен палатасы арқылы 252 мың қолдау несін алғам. Одан кейін басқа не алып қойған жоқ. Жалпы қолдау керек па сізге келешекте? Қаржылай, немесе жарнама деген сияқты қандай тұрғыда қолдау керек? Әрине керек. Негізінде қазір жарнама көп нәрсе қолжетімді ғой. Қаржылай жағынан болғанда нұр үстіне нұр болу керек. Жақсы, енді келешекте шығыс брендін қалыптастырғыңыз келе ме? Жаңа бренд шығар. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атамыздың бір жақсы керемет сөзі бар да. Қасыңа дейді, табынушылардан гөрі идея қосатын адамдарды көбірек жина деген. Қандай тамаша? Ол сол брендті жасау үшін команда болып, жаңа идеямен, жаңа леппен келетін адамдар жинап, әрине, неге жасамасқа өзіміздің ұлттық рухани дүниемізді. Тағы да қандай жоспарларыңыз бар? Мүмкін бір дүкен ашқыңыз келе ме екен? Басқа да жоспарларыңыз бар ма екен? Ол әрине бар. Ең бастысы мен көп дүниені өз ұлтымның бойынан іздеймін. Өйткені Семен Тяньшанскийдің сөзі бар. Қазақтарды оқытып керек жоқ дейді. Олар салт дәстүр тазартып тұрған білім. Біздің шынымен қалай айтсам болады. Ұлтты рухани дүниеміз бай ғой. Соны әрмен қарай өзіміздің қолымызда дамыту керек. Биік белестен көрсету керек. Сонымен қатар алға қойған мақсаттарым өте үлкен. Бұйырса жетем деп талаптанып отыр. Жақсы, ал егер сол дүкен аманшылық болып ашылып жатса, оның дизайны қандай болады? Оны елестетіп көрдіңіз бе? Ішінде мүмкін бір қазақтың тұғыры биік тұлғаларының айтқан бір ерекше қаратты сөздер жазылып тұрар ма екен? Қандай дизайнды жасаңыз келеді? Әрине, мен жұмысымның бірінші сатысынан басылғаны бәрі ұлттық нақышта рухани дүние болып келе жатыр ғой. Ішкі дизайнда ойластырып жүрмін. Әрине, хандардың, билердің, алаш арыстарының керемет сөздерімен неге жазбасқа? Қазақтың заңғар жолаушысы Ғабит Мүсіреп айтады, біздің қазаққа дейді, қарны тойса қалып кетпейтін ұрпақ керек деп. Сондай керемет сөздер жазып, көптің алысына бөлінгім келеді. Жақсы, бүгін бізден тақырып
өмірдің мәні, сіздің ойыңызша өмірдің мәні неде? Өмірдің мәні әр адам өзін тұлға деп санауында. Қазір сыртқы сыншыл көз айнады дейді ғой. Қазір қаншама адамдардың жанары жасқа өмірлері өкінішке толды. Мен сол жастардан, басқа жандардан болсын, жанарлардан үлкен жаңалық, өмірлерінен үлкен өзгеріс көргім келеді. Адам өзінің бір тұлға ретінде осы өмірге керек екенін сезінгенде ғана өмірдің мәні болады. Деп солай. Отбасыңыз жайлы айта кетсеңіз, бала шағаңыз бар ма? Ja, менің 2 ұлым бар, Аллаға шүкір. Соларға сәлем жолдасаңыз болады, осы сәтті пайдаланып. Құрметті, менің жанұям, Құдай қосқан жарым, сендерге жалынды сәлем. Отбасымызда тек жақсылық, қуаныштар болсын. Осында жақсы күндер көп болсын. Әумин айтқаныңыз келсін. Осымен бізге берілген уақытта мәресіне жетіп қалыпты. Ісіңіз алға баса берсін, тапсырыстарыңыз көп болсын дегіміз келеді. Одан соң жаңағы ойға алған жоспарларыңыз, мақсаттарыңыз барлығы сәтімен орындала берсін. Рахмет. Рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Жұмыстарыңызға жеміс, табыс тілеймін. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Әмин. Көп рахмет. Қадірлі